Reddit қолданушылары, өміріңізде қандай ақымақ адамды кездестірдіңіздер және ол қандай ақымақтық жасады? Біздің YouTube арнамызға өтіп подписаться етуді ұмытпа. Қазақ тілін бірге дамытайық. Бірде кофемен сүт қосып жатырғанымда жұмыстағы қыз келіп, сендер неге сиырдың сүтін ішесіңдер? Бұл жануарларды қинау ғой. Оның орнына супермаркеттен сатып алып ішпейсіңдер ма деді. Мектептегі сыныптас қыз француздар мен голландиялықтардың тіліндегі акценттің кесірінен олардың түнде тамақтары ауырады деп ойлайтын. Маған бір жігіт, менде бір чай бар, мен соны ішіп темекі шеккен зияндарымды емдеп отырам деп айтты. Ол бір күнде бір қорап темекі шегеді. Ол динозаврларды өтірік деп ойлайтын. Сабақта бір қыз мұғалімнен барлық елдердің өздерінің айлары бола ма деп сұрады. Америкадан Еуропаға көшіп барғанымда жаңа сыныптасым, сендерде Америкада да ай көрініп тұра ма, или ол тек бізде ғана ма деп сұрады. Біздің көшеде бір жігіт велосипедті көтеріп жүгіріп бара жатты. Полиция оны тоқтатып, қайда бара жатырсыз дегенде, ол велосипедті ұрлап қашып бара жатырмын деді. Гитлер шынымен өмір сүрді дегенде естігенде бір қыз, жоқ, сендер мені алдап отырсыңдар деді. Жұмыстағы бір жігіт Ниагара сарқырамасының суретін көріп, бұл ойдан шығарылған жер ғой деді. Жоқ, ол шынымен бар десек, бізге сенбей қойды. Оның ойынша оны тек кино түсіру үшін қолдан жасаған. Жұмыстағы бір жігіт Бенджамин Франклин Американың 100-ші президенті деп айтты. Мен оған, жоқ, ол тек $100 сыртында бейнеленген деп түсіндірдім. Ол сенбеді. Біз әзірге 46-ші президентке дейін өмір сүрдік. Көрейік, мүмкін оның айтқаны рас болатын шығар. Мен Испанияда тұрамын. Бірде Америкадан жұмысқа орналасуға келген қызбен таныстым. Оның келгеніне бір күн болмаған екен. Сол қыздан Испания қалай екен, ұнап жатыр ма деп сұрадым. Ол болса, барлығы керемет, бірақ бір түсінбегенім, біз неге сонша ұзақ ұштық? Біз Мексикаға өте жақын жерде тұрмыз ғой деді. Мен оған, бұл Еуропа дедім. Ол әрине сенбеді. Еуропа? Жоқ, мүмкін емес. Мына жақта бәрі испанша сөйлейді. Біз точно Мексикадамыз деді. Ол еще универде оқиды. Менің сыныптастарымның көбі халықаралық ғарыш станциясын жердегі бір ғимарат офис деп ойлайтын. Мектепте бір қыз бізге адамдар бұрын күнде болған деді. Біз оған, жоқ, олай емес десек, сенбей, күн мен ай екеуі бірдей заттан жасалған. Сосын да ол жақта адамдар өмір сүрді және сүріп жатыр деді. Біз күлдік. Бір жұмыстасымыз барлығымыздың почтамызға біздің компанияда 5000 адам жұмыс істейді деп жазып жіберді және 1 гигабайт болатын файл қосып жіберген. Оның жіберген почтасы бәріміздің жұмысымызды бір күнге тоқтатты, барлық компанияның. Бірде сабақта өзімнің Аляскадан Орегон штатына қалай көлікпен жеткенімді айтып жатырғанымда, бір қыз менің айтқаныма қатты күлді. Оның ойынша Аляска бұл арал. Мектеп карталарында Аляска бөлек бейнеленеді. Кездестірген ең ақымақ адам деп ойламаймын, бірақ естіген ең ақымақ нәрсе болды. Тарих сабағында бір қыз 11 қыркүйек күні болған оқиғаны 911, яғни экстренный службаның атына байланысты қойылған деп айтты. Негізі ол дата болған десек, бізді ақымақ санап күле бастады. Бірде бір қызбен сурет салу сабағына бардым. Оның ойынша ет ол сиырдың бір нақты мүшесі. Мен оған, ет ол сиырдың бұлшық еттері дегенде, ол шошынып, ет жеуді қойып веган болып кетті. Общагадағы жігіт сэндвичті фольгаға орап микроволновкаға салмақшы болды. Бірақ ол микроволновкаға металл заттарды салуға болмайтынын білген. Бірақ оның ойынша фольга металл емес. Оған фольганың құрамында алюминий болатынын айттым. Ол сенбеді. Ал сен өміріңде қандай тупой адамды кездестірдің және ол қандай тупой нәрсе айтты? Комментарийға жазып отыр.